барлығымыз қаржы сауаттылығын максималды игеретін болсақ, бізде жақсы қарыздан құтылған жақсы қоғам қалыптасады. Мүмкін бір айлық ақшасын бірақ беріп қойып, ақшасын өзі басқарған дұрыс шығар. Кембридждің соңғы жасалған зерттеуінде қаржы сауаттылығын 3 жастан бастап үйрету керек балаға дейді. Енді бұл әлгі дайын дүниені бүйтіп қолына ұстатып, өмір сүр деген сияқты нәрсе емес пе? Қаржылық білімдеріміздің болуы ол біздің қаржылық сауатты деген толыққанды сауатты дегенді білдірмейді. Кәсіпке баланы қай кезден баулып, қай кезден табыс таба бастағанын үйреткеніміз дұрыс болады. Адамның басына теориялық тұрғыда білгенімен басына таяқ болып тимесе, ол одан сабақ алмайды. Армысыздар. Бұл Фин подкаст бүгін балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру мәселесін қозғаймыз. Қаражатты қалай басқару қажет, балаға қанша жастан бастап ақша беруге болады. Әрбір отбасын мазалайтын осындай маңызды мәселені белгілі қаржыгер, мектеп оқушыларына осы қаржылық сауаттылық пәні бойынша дәріс беріп жүрген білікті маман Жасұлан Көшебаевпен бірге талқылаймыз. Жасұлан мырза, қош келдіңіз. Біз енді подкастымызды көп жағдайда өте қарапайым сұрақтан бастаймыз. Қазір де сізбен бір қарапайым сұрақтан бастағымыз келіп тұр. Қаржылық сауаттың маңыздылығы неде деген сауалдан бастасақ. Бұл жерде қаржы сауаттылығының маңыздылығы, қаржылық сауаттылығын оқу, білу біздің болашақта жақсы бір қоғамды құруға, яғни біздің мәдениетіміз өзгергісі келетін болса, жақсы қоғам құрғымыз келетін болса, мысалы біз Еуропаға еліктейміз, өркениеті дамыған елдерге еліктейміз, қазақ қоғамына қараймыз да кейде ішіміз ашайды да, біз неге былай болып жатыр, неге әлеуметтік жағдайлар осындай нашар деген секілді. Біз сондай бірінші қоғамның даму этапынан екінші этапына өсу үшін бізде біріншіден экономикалық тәуелсіздік болу керек те, әрбір азаматта, әрбір отбасыда. Ал ол экономикалық тәуелсіздік бірінші оның жеке кірісі ақшасын дұрыс басқаруынан басталады. Сәйкесінше қаржы сауаттылығының маңыздылығы осыда деп білемін. Бұл тек қана адамдардың жеке болашақта өз өмірін ғана жақсартып қана қоймайды. Егер массовый түрде барлығымыз қаржылық сауаттылығын максималды игеретін болсақ, бізде жақсы қарыздан құтылған жақсы қоғам қалыптасады. Ал енді осы балалардың қаржылық сауаттылығын қай кезден арттырған дұрыс? Көптеген зерттеулер жүргізілген. Бұл тақырып бізде ғана алаңдатып тұрған. Осы жерде әлемдік зерттеулерге қарайтын болсақ, осы Кембридждің соңғы жасалған зерттеуінде қаржы сауаттылығын 3 жастан бастап үйрету керек балаға дейді. Өте таңғалдым. Мен үшін өте бір өзекті, бірақ идеясын қарасаң, расымен де шынайы да. Не үшін 3 жастан бастау керек? Себебі ол әр жасқа бөлінеді. 3 жас, одан кейін 3 жастан кейін мектеп жасы, 6 мен 12 жас, 12-ден 13-тен 16 жас. Әр жастардың арасында балалардың қаржылық сауаттылығын үйретудің өзінің стратегиялары бар. Мысалға 3 жаста балаңыз 3 пен 5 жасының аралығында балаңызға ақшаның не екенін түсіндіру, және де ақшаның шектеулі екенін түсіндіру. Және кейбір балалар ойлау мүмкін кішкентай бала, папада ақша көп, мамада ақша көп, сұрағанды алып бере береді деген секілді. Оны 3 жастан бастап түсіндіру керек. Ақша шектеулі екенін, және де сол уақыттарда ақшаны белгілі бір жұмыс істеп табатын элемент ретінде түсіндіру керек. 3 жастан бастап миына құю керек 5 жасқа дейін. Еңбекпен келетін нәрсе екені. Өзіңіз енді әкесіз ғой, өзіңізде балаларыңызды осы қаржылық сауаттылыққа қалай тәрбиелеудесіз? Аллаға шүкір, қазір бір қызым бар, өзі 4 жаста. Дәл жаңағыдай Кембридждің айтқандай болды, 3 жасында мен оны артынша білдім. 3 жастың кезінде қызым уже жаңағыдай пайда бола бастады да. Ананы дүкенге барған кезде ананы сатып алып бер, тәтті сатып алып бер, мармелад, чупа-чупс деген секілді. Сол кезде бір алған кезде 3-4 затты алғысы келеді. Менде бір ақша таусылмайтындай көреді да. Папада ақша бар деп. Сосын бартынша үйрете бастадым. Жаңағы ақша шектеулі екен. Бір зат аласың, немесе 2 затқа ақшамыз жетпейді. Екінші затты бір 3-4 күннен кейін аламыз, ақша болады, сосын алып беремін деген секілді. Бала уже басында түсінбейді, ол қалай деген секілді. Бірақ артынша бір 2-3 күннен кейін уже бір 3-4 рет сондай не болғаннан кейін, эксперимент болғаннан кейін, уже келесі келген кезде, папа бір зат алайық, 3-4 күннен кейін келесін алып бересің ғой ақша түскеннен кейін деген, уже бала тез қабылдады. Баланың кішкентай баланың миы губка да. Біз не айтамыз, соны тез қабылдады. Біз ойлағаннан да жылдам қабылдап болады. Енді мына ата-аналарда түрлі тәсілдер болады екен. Мысалы, кейбіреулер күнделікті ақшасын береді. Мысалы, 500 теңге таңертең сабақ кетіп бара жатқанда баласының қолын ұстатады. Немесе кейбіреулер 1 айлық ақшасын беріп қояды. Біреулер 1 апталық ақшасын беріп қояды. Жалпы осындай тәсілдердің ішінде қайсысы дұрыс? Жалпы балаға енді жаңа айттық қой, мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде өзіңіз ақшасын өзін басқаруды үйрету керек. Бұл жаңағы мектепте алып жатқан қаржы сауаттылық білімін практикада қолдану ғой. Енді осы жерде оның 1 айлық болсын, 1 апталық болсын маңызды емес.
бір уақыт аралығында, яғни бір уақыт аралығында ода өзінің қаржысына өзі жауапкершілік жасау керек. Яғни ол тек қана сіз ақша беріп, мына ақшаны тек жолға жұмса деп, мына ақшаны тамаққа жұмса деп бөліп беретін болсаң, ода сіз қаржылық шешімді ол үшін өзіңіз жасап жатсыз да. Ал сіз оған көбірек ақша бересіз да, сәйкесінше қаржылық шешімді ол өзі шығару керек. Қанша ақша мен жолға жұмсаймын, қанша ақша түскі асқа жұмсаймын, қанша ақша достарыммен мен бір қалауыма жұмсаймын. Яғни осы кезде ол өзі миы ойланып, жаңағы қаржы сауаттылығы күшейе бастайды да осы баланың. Адамның басына теориялық тұрғыда білгенімен басына таяқ болып тимесе, ол одан сабақ алмайды. Ал енді мына дамушы мемлекеттерде көбіне ата-аналар депозит ашып, өздері жетпесе аз болса да, әйтеуір балаларыма қосымша бір қаражат болсын, болашақта мен сияқты қиналмасын деп депозит ашқан жөн көреді екен. Осы бойынша қандай пікіріңіз бар? Және де осы салада жалпы өте көп зерттеулер бар. Сол бір зерттеу осы депозит жинаған балалардың ата-аналар депозит жинайды ол балаларға. Сол балалардың 18-ге толған кезде, мысалы 16-ға 18-ге толған кезде батыста колледжге жоғары оқу орнына түсу 7 есе жоғары екен статистика бойынша. Яғни оның баланың болашағының жарқын кепілі да. Яғни балаңыз оқуға түсе алмай қалса, бұл бала үшін, жалпы отбасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін. Ал мына жерде сіз ақша жинау арқылы балаңыздың болашағын жасап отырсыз. Қаражат тұр. Және де екінші, осы зерттеудің аясында депозит жиналған балалардың, жаңа ата-аналардың балалары оқуды бітіру көрсеткіші 4 есе жақсы екен. Ең бастапқы депозит жиналмағандардан қараған. Неге деп зерттеген кезде, себебі артында қаржылық капиталы жоқ балалар көбінесе оқудың кезінде қосымша ақша іздеп кетеді да. Жалпы оқуын тастап, шығындарға батады, қарызға батады, оның оқу үлгеріміне кері әсер етеді. Енді бұл әлгі дайын дүниені бүйтіп қолына ұстатып, өмір сүр деген сияқты нәрсе емес пе? Әкенің малы балаға мал болмайды деп біздің қазақтың сөзі бар ғой. Баланың қаржылық сауаттылығына мән бермей, мен балама қазір мүлік жинап жатырмын. Мен балам мына мүлікпен ертең жақсы, бай, қиналмай өмір сүреді деген оймен стратегия құратын болсаңыз, ол қате стратегия деп айтқым келіп отыр да. Адам қаржы сауаттылығын тек қана мектептен үйренбейді бала. Ол ең үлкен фактор, ол отбасыдан үйренеді. Отбасы бұл жерде оның әкесі қалай қаржысын жұмсайды, әкесі онымен қаржы туралы, ақша туралы сөйлесе ме? Яғни батыстық зерттеулер айтады, сіздер балаларыңызды күнделікті өздеріңіздің отбасылық нелеріңізге шақырыңыздар дейді. Отбасылық бюджет құратын кезде балаларыңызды 5 жаста болсын, 6 жаста болсын әкеліп бір дөңгелек үстелдің үстінде әйеліңізбен бірге, балаларыңызбен бірге отбасылық жоспарды құрыңыздар дейді бір жылға. Олар көру керек, өздерінің ойларын айту керек та. Енді Жасұлан мырза, қазір қаржы алаяқтарының заманы болып тұр ғой, тырнақша ішінде. Үлкендерді де алдап жатыр. Әсіресе соңғы кезде балаларға да көбірек бұлар қармақ сала бастады. Осы балаларға қаржылық сауаттылықты үйрету барысында осы алаяқтардан қорғаудың белгілі бір тәсілдері, болмаса балаларға үйретіп қоятын бір құралдар бар ма? Біріншіден балаға өзінің жеке данныйларын дейді ғой, жеке деректерін ешбір тарапқа интернет арқылы бермеуді үйрету керек. Бірінші ол ішінде оның банк карта нөмірлері, бала егер болатын болса, оның туған жылы, жаңағы иендері, ЖСН нөмірлері деген секілді жеке құжаттары әрқашанда оны ешкімге сұрауға құқығы жоқ, жалпы өзінде қалу керек туралы балаға құйып отыру керек. Екіншіден, қазіргі таңда өте үлкен проблема ол мысалы әлеуметтік желілердегі нелер да, өтірік алдаған сілтемелер. Яғни мына сілтемеге өтсеңіз, мынандай ақша бонус аласыз, 90% скидка аласыз. Сондықтан осындай кез келген күдікті сілтемелерге кірмеуді міндетті түрде үйрету керек. Қазіргі заманда себебі ол ең бірінші инструмент болып жатыр, құралдары. Және де кез келген күдікті нәрселерде міндетті түрде ата-анасымен және үлкенмен ақылдасуды оған үйретіп қою керек та. Егер бір күдік нәрсе көріп тұрсың ба, бірінші маған көрсет деген секілді. Әрине бұл қиын, бірақ та баланы тәрбиелеуге болады деп есептеймін осындай заттарда. Және де мысалға кино қарап жатқан кезде мына жылтырамалы қастарында бір баннерлер, постерлер тұрады ғой, жылтырап, мынаны бассаң мынандай ұтып аласың деген секілді, қазір бас деген секілді. Осындай дүниелерде де сақ болу керек та. Жылтыраған дүниелерге жоламауға үйрету керек. Енді мынау біздің балалар тәрбиесінде жалпы обал, сауап, сырап деген 3 сөз бар ғой. Біз бала күннен естіп өскен.
осы үш сөзді қаржылық сауаттылық, балалардың қаржылық сауаттылығына да пайдалану маңызды дейді мамандар. Осымен келісесіз бе? Иә, толықтай келісемін. Себебі осы қаржы сауаттылығында негізінен 4 түсінік бар да. Жалпы 4 функция бар. Сол 4 функцияны жақсы атқара білу керек. Ол бірінші, ақшаны дұрыс жұмсай алу керек. Екінші, ақшаны жинақтай алу керек. Үшінші, ақшаны көбейте алу керек, инвестициялау. Және төртінші, ақшаны қайырымдылыққа беру. Үйрету керек кішкентай кезінен бастап. Яғни егер де оған сіз бір аптаға мысалға 1000 теңге беретін болсаңыз, ол 1000 теңгені осы 4 функция бойынша жоспарын құру керек та. Қанша теңгесін мен жұмсаймын, мысалға 300 теңгесін жұмсаймын, 200 теңгесін мен жинақтаймын, 200 теңгесін инвестицияға қоямын, және де 200 теңгесін, 100 теңгесін мысалға мен қайырымдылыққа беремін. Кәсіпке баланы қай кезден баулып, қай кезден табыс таба бастаған үйреткеніміз дұрыс болады деген сұрақ туындайды. Кәсіпке баулуда ерте жастан баулаған дұрыс. Яғни бағана айтқандай 3 жастан бастап ақша еңбекпен келетінін түсіндіру концепциясы, идеясы ол түсіну керек. Еңбексіз оңай ақша табамын деген бұл құрдымға апаратынын. Себебі бізде қазіргі қоғамда қарайтын болсақ, тез байып кету, еңбексіз ақша табу, қаржылық пирамида барлығын идеясы кішкентай кезінен ақша еңбекпен келеді деген түсінікті дұрыс қалыптастырмаған да. Тез байып кету, жаңағы қаржылық пирамидаға сеніп қалу, жаңағы түсінбеуде де ақша немен келетінін. Кішкентай кезінен миынан құю керек, еңбекпен келетін. Және де орта жасқа келген кезде, мектеп қабырғасына жүрген кезде, жаңағы кәсіпке баулудың бір жақсы, және де бір жақсы мысалы, және де қаржылық сауаттылық бұлмен де маңызды. Бұл балаңызға ең басты ақша табатын көз неде? Ол кішкентай бала үйде жүріп, сіздің жұмысыңызды істеп ақша табады да. Сіз үйде балаңызға құр ақша бермеу керексіз да. Мысалға күнделікті 2000 теңге ақша беретін болсаңыз, мысалға бір аптаға 5000 теңге ақша беретін болсаңыз, оған отбасылық бюджеттен, ол 5000 теңгені жұмыс істеп алу керек та. Сіздің балаңыз болған үшін 5000 теңге алмау керек. Ол сол үйде белгілі бір ыдыс жуу, үйді ауланы жинастырып қою, су әкелу үйге деген секілді сол жұмысына қарап оның жалақысы беріліп отыру керек та. И содан кейін ол бала уже түсінеді, мен еңбектенсем ақша табады екенмін. Сосын сәл уже өскеннен кейін мен 15-16 жасқа келген кезде шағын дүкеніңізге бір басқа жерде көмекші болу деген секілді. Мысалға ақшта балаларды ата-аналар көбінесе жаз кезінде лимонад сатуға баулытады. Яғни жас кезінде көбісі лимонад ең қатты өтеді. Балалар біріншіден жұмыс істейді, кәсіп істейді, и соны табады. Енді осы қазіргі кезде үлкендердің қаржылық сауаттылығы ақсап тұрған кезде балалардың қаржылық сауаттылығын қалай арттырамыз? Еуропада осыған арналған бағдарламалар бар. Яғни баламен бірге ата-ананы қаржылығын сауаттылығын үйретеді қажет болса. Яғни курстар береді. Баласы мектепте өтеді, ата-анасы курста өтеді. Себебі жаңағыда айтқандай, ата-анасы ертең баласын практикалық жерде не беру, қандай тапсырма беру керек, не істету керек, қалай оны дамыту керек екен ақпараттар болу керек та. Сондықтан әрине енді қазіргі таңда біз жаңағыдай сырттан көмек іздемеу керек, себебі отбасы болғаннан кейін бұл әркім өзі жауапты, что оның баласы қаржы сауатты болсын, отбасының бюджет дұрыс болу үшін. Сондықтан өздері іздену керек деп жетемін. Егер де қаржы сауаттылығы әлсіз болатын болса, өздері ізденіп, қазір ақпараттық қоғам өте дамыған заман, жалпы кітаптарда көп, курстарда көп, интернетте мақалаларда көп. Егер де ізденген адам, егер ынтасы болса, мен қаржы сауаттылығын дұрыс таба аламын десін, ол оп-оңай өзі үйренуге болады. Менің бір танысым айтады, кішкентай қызыма үнемдеу туралы жиі айта берген сияқтымыз, әлі сол қызым дейді, қазір енді сараң сияқты дейді. Артық тіпті өзіне қажетті заттардың өзін алуға ақша шығарғысы келмейді дейді. Әлі мектеп оқушысы, соған уайымдаймын дейді. Мен болашақ сараңды тәрбиелеп жатқан жоқпын ба деп. Осы балаларға ақпаратты қалай дұрыс жеткіземіз үнемдеу мәселесінде? Айттық қой жаңағыдай. Бұл жерде тек қана үнемдеуге фокусироваться етіп қалмау керек та. Балансты болу керек барлығы. Егер де отбасылық бюджет беретін кезде 100%, мысалға сіз 5000 теңге ақша беретін болсаңыз, соны 100% деп есептеп, 50%-ын күнделікті жұмсауға, 30%-ын сақтауға, жаңағы 15%-ын инвестицияға, 15%-ын қайырымдылыққа деп оған үйрету керек. Енді Жасұлан мырза, сіздер қазір жеке Қазбілім атты ұлттық лицейде қаржылық сауаттылық пәнін енгізіп, екі жақты бірлескен жоба ретінде жүзеге асыра бастадыңыздар. Осы жобаға тоқтала кетсеңіз.
Бұл жердегі бір ерекшелік, біздің алып келіп отырған ерекшелігіміз, бұл ерекшелік дегенде бұл зерттеулерден шыққан нәтиженің негізінде жасалған ерекшелік. Себебі біз осы қаржы сауаттылығын бізге мектепте беру дегенде біз үшін бұл жаңа дүние болып саналды да. Сосын біз бұны зерттедік. Әлемнің елдері стандарттарын просто әкеліп қаржы сауаттылығын береміз деп кіріп кеткен жоқпыз. Әлем елдеріне қалай беріледі, жалпы нәтижесі қандай деген секілді методикасын зерттедік. Сол кезде зерттеулер көп зерттеулер жүргізілген, мектептерде қаржы сауаттылығы, балалардың қаржылық сауаттылығының нәтиже берді ме деген. Сол кезде зерттелгенде көп мектептерде проблема қаржы сауаттылығының сабағының өтілуінің мәселесіне үлкен өкініш қалдырғанда, тек нәтиже жақсы көрсеткен мектептер қаржы сауатын тек қана өзінің қаржы сауаттылық ретінде беруде емес, белгілі бір затпен екі пәнді қосып қаржы сауаттылығын жеткізу мақсатында жасалған екен. Мысалға, Швецияда қаржы сауаттылығын математикамен бірге береді. Математиканы қаржы сауаттылығымен екеуін байланыстырып, мысалдармен, жаңағыдай кредит, несие деген солай алып береді. Просто қаржы сауаттылық несие деген не, анау не, жаңағы акция деген емес, математикалық жолмен есептеп, соның теориясын беріп отырып жеткізеді. Сондай дүниелер. Соның ішінде тағы да бір қателеспесем финляндиялық па ұмытып қалып тұрмын. Бір елінде қаржы сауаттылығын кәсіпкерлік негізінде үйретеді. Кәсіпкерлікті үйретеді, қаржы сауаттылық сонымен қатар жүреді. Біз осы модель таңдадық. Яғни тек қана мектептерге қаржы сауаттылығын беріп қана қоймаймыз. Ақша, шығын, табыс, бюджет, жоспар деген емес. Кәсіпкерлікке бағалап отырып, қаржылық сауаттылықты үйретеміз. Рахмет. Бүгін біраз сапалы, пайдалы ақпарат бердіңіз. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Біз бүгін балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру сынды маңызды мәселені қамтыдық. Білікті маман өз тәжірибесімен бөлісті, ата-аналарға құнды кеңес айтты. Финподкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Лайк басып пікір қалдырыңыздар, қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз. Байқуатты болайық.